Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ерекше етіп дайындалынатын восточный пирогты дайындайтын боламыз. Ол үшін біз ыдысымызға ұн, разрыхлитель, қант, бір дана жұмыртқа және де бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, араластырып, песочный тесто илеп аламыз. Ең алдымен осылай біз құрғақ ингредиенттеріміздің барлығын жақсылап араластырып, содан соң барып қана майымыз бен жұмыртқамызды қосып, қамырымызды илейміз. Достар, менің видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде ұнап жатқан болса лайк басып, тіркелмеген болсаңыздар төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей қыздар, біз қамырымызды илеп болдық. Енді осы қамырымызды 20 минутқа немесе жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Енді ары қарай салмасын жасаймыз. Салмасы үшін бізде осындай фисташковый дәндерімізді жақсылап тазалап, содан соң тураймыз. Барлық ингредиенттерді мен сіздерге төменде описание бөлімінде жазып қалдырып кететін боламын. Бізде осы салмасындағы ерекшелік осы кәдімгі восточный пирогқа қарағанда өте ерекше болып тұр. Біздің ішіне қосатын салмаларымыздың барлығы бөлек, яғни басқаша. Сондықтан да сіздер де осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздерші, сіздерге де қатты ұнайды деген сенімдемін, өйткені дәмі өте ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей барлығын турап дайындап алдым. Енді қазір салмасына біз сгущенкамызбен үлкен ыдысқа салып, араластырып, содан соң дайын болған қамырымыздың үстіне құятын боламыз. Қамырымызды біз осылай қолымызбен диаметрдің 24 сантиметрлік диаметрлі ыдысымызға жақсылап қолымызбен видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, барлық шетіне дейін жеткізіп жасап аламыз. Жасап қойғаннан соң вилкамен міндетті түрде осылай жасап кетуді ұмытпаңыздар. Бұл бізде қамырымыздың көтеріліп кетпес үшін керек. Сгущенканы қосқан кезде міндетті түрде жақсы, сапалы сгущенканы алыңыздар, өйткені сапалы болмайтын болса, сіздердің восточный пирогтарыңыз құрғақ болып қалуы мүмкін, немесе кішкене дәмі өзгеше болып кетуі мүмкін. Енді қыздар, осы дайын болған салмамызды видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, барлығын шетіне жеткіздіріп саламыз. Содан соң қызып тұрған пеште 170 градуста 35 минут немесе 30 минутқа қалдырып жақсылап пісіріп аласыздар. Мінекей қыздар, көріп тұрғандарыңыздай өте ерекше, дәмді және де әдемі формада болып піскен біздің ерекше восточный пирогымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде менің видеомдағыдай етіп жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Барлықтарыңызға аз болсын, мені қолдап, видеоларымның барлығын көріп жатқандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет.
сау болыңыздар, ас болсын.